Бешинчи кысым. Да күз чыкмаздан кыш келип, дагылардын башына курулду. Даг этектеринде күнөш кузнун сонки күнлөрүнө сейрети. Кушлар кычыршалар, дерелерде, чайырларда, сых урманларда гизленелер, сусалар. Сувук, сагыр, көр кежелер кышны беклейлер. Күнлер кыскара. Кыш бир күн акшам усту дагылардан кой артындаки тутун аранларына энди. Кежеси эркес юклаганда кыш сес солук чыгармай гизлиден койге кирди. Койуна кучаклады, багрына басты. Карыяга эр бембияз. Койде не бир сес, не бир солук. Сабаула, сукунет. Юллар, исарлар, чалылыклар, куюлар, эвлер кар астында. Не бир йол, не бир из. Ялныз авада учушкан кар данелери. Кар сереклеше, яваш-яваш тынчлана, сонки кар данечиклери бияз чүбүнлөр кеби анда-мында учушалар. Аба темизлене, кач күндөн берли ерге сарккан кок яваш-яваш көтериле, юкселе, мавылаша. Кой аля да сукунет ичинде, кышнын агырлыгы алтында нефесini туткан, бир шейлерге динлене, бир шейлерини беклей. Бекирнин эвинде ажыныклы бир ал бар. Эсма кызы Айшенин берабер Сейдалинин эвине авышканлары күнү акшам батталынын энвери азбарга айванлар кирмесин деп, кестирме сырыкларына каршы тотлуу бир тенеке мыхлады. Ама да кыш кирмеден ким билсин кимдир тенекени сокуп жолго аткан, сырыкларыны көтерген. Шымды тенеке инжир тереклеринин янында эсар түбүндө ята. Сырыклар жок, софанын такталары бир кач жеринден копкан, ахырынын ачык капысындан урузгерларынын ичериге убаланган карлары көрүнө. Эв дерсин, койгеви кушкаяга күскен. Бабасынын өлүмүндөн 3 ай кечкен сон Айше эвлерине келди, кестирме сырыклары огунде токтады, софа басамаклары астында бой аткан ешил отларга, азбар ортасында бабасы ярып ташлаган карт күтүккө бакты. Соңра азбарга кырды, софага тараф адымлады. Факат басамаклардан чыкар-чыкмас кенар ода капысынын янында бабасынын куруган, уфаклашкан чарыкларыны көргөнүнөн юзу коюн капанып окур-окур аглады. Акшам усту кене Сейдалинин эвине кайтты. Бекирнин тарласыны Кушкаянын таш топурагы орткен эди. Яз бою тарлага бир кимсе кирмеди. Армут тереклеринин бири тамырындан копкан, юварланган, дереде ята, да бир армут тереги бир тарафка сарккан, яваш-яваш куруй. Калган эки армут тереги Кушкаянын топураклары астында калган. Таш топурак арасынан бир кач даллары көрүнө. Отлак тарафтаки армут тереги зарар көрмеген эвелкisi кеби тура. Лекин Бекирнин ве тарланын өлүмүнө аглар кеби яз бою далларында кулган армутларны коз яшлары кеби тарланын отлары устуне төккен эди. Вакыт калп ярасынын асыл ортсе, ешил отлар да Бекирнин тарласыны ойле орттулер. Рузгарлар тарла четинде Бекирнин аяк излерини силдилер. Тарланын этеклериндеки тутунлер кимсесиз остулер, эпей вакыт Бекирни бекледилер. Бекир келмеген сон сарарып солдулар, куруп кеттилер. Шымды деп фелакетни ялныз олар хатырлагандай, кар түбүндөн инже саплар чыгып узаналар, жоксул бир сукунетнен тарлага, деврилген Кушкаяга, заваллы армут тереклерге бака эдилер. Бир күн саба кар тынды, ахырлар огунде адамлар көрүндү. Баазы эвлер бири-бирине узанган инсан аяк излеринен багландылар. Карнын уртулу бияз эвлеринин бажаларынан аятынын да сөнмегенini билдирир кеби түтүнлөр көтерилди, кызыл таштын үстүнө яйылды. Үлеге якын Земине Айшенин тапажак баласы үчүн тиккен эскилерин алып,
Сейдалинин evine кетті. Эсма яры қараңғы odada сет үстінде аяқларыны астына топлып ясын оқиды. Айше пенжере янында тура evlerinin beyaz damlarına бақа. Ev içini толдырған ағыр сүкүнеттен земине сықылмаға башлады. Айшенен берабер ev үгіндекі бұстандан бір қач құпқа қар ташыдылар, ocakta ырыттылар, чамашырларны бастырдылар. Земине нефес алмаға вақыт болғанын бір да кележегіні, Enverni de getireceğini ayttı. Son evlerine кетті. Zemine şasыге engen yolda adımlarken Bekir'nin evinden balta sesleri eşitілген gibi oldu. Toxtadı. Dinlendi. Zemine yanılmаған. Evge baktı. Sesler de eşitile de eşitilmey. Közleri evde enişten enmege başladı. Birazdan son balta sesleri kesildi, ev bacasından tutun dirегі көтерілді. Шассыден көйлеге бенземеген 4-5 адам yoquşqa çıqa, aynı kıyafette 4-5 adam da kestirmeye yanında tura. Zemine evge taraf bir adım da attı. Adamlarını yaxşı etip көрген son tizleri qaltırады, yüreği buzladı. Ellerinde uzun tüfekler, üstlerinde tobuklarına kadar yeşil uniformalar, başlarında kulaklarını da örtken uzun yeşil şapkeler, bular askerler edi. Zemine Сейдалинин evine qaytmaq istedi, lakin şu an közlerinin ogine Enver keldi. Zemine közlerini askerlerden bacaga, bacadan askerlerge çevirdi. Sonra alelacele yolunu devam etti. Askerlerge yakın yerden geçkende Ruslar bir şeyler ayttılar. Zeminege bakıp gülüştüler. Zemine çapa-çapa ketті, askerler artta kaldılar. Zemine manlayındaki ter tamçılarını sildi, aylanıp Bekir'nin evine baktı. Sofa askerlerinin tolu edi. Elinde balta Ivan sofanın taxtalarını kopara, қыра, bacadan duman, kıvrıla-kıvrıla, karşı mahalle evlerine yayıla. Zemine azbarga kirgeninen, çoxtandır balkondan Bekir'nin evine bakıp turgan Enver karısına seslendi. Bacada tutun көргенімнен Esma yenge evine qaytı деп belledim, ama bakam көрем, sofa adam tolu. Zemine Enver'nin yanına geldi. İnsan değil olar. Olar Ruslar, dedi. 20'ge yakın kişi var, hepsi de tüfekli. Ivan sofanın tahtalarını kese. Enver közlerini yumdu, tişleri arasından söylendi. Hain herif. Başına kurşun sıkmalı onun. Bekle, fırsat bulunur da. Ruslarının Bekir'nin evine yerleşkenleri hakkındaki haber şu kunun özünde көйге darxadı. Çoban Сейдали Esmaға, sizin evge kene köpekler toluşkan degende, Esma indemeyip omuzlarını silkti, başını sağa solga salladı, kıpırdamayıp ses soluk çıkarmayıp kenar odağa çekildi, kapını kapattı, ocak başında eki bükülüp oturdu, başını ocaklarının taşlarına vurup, ince dudaklarını kanatacak derecede tarttırıp, yanıp, yakılmağa başladı. Yulq saçlarını Esma. Evini temizlegen, evini bakkan ellerini kır. Yağ, tutaştır jigerini Esma. Süreklen yollarda, el kapılarında. Kelip de omuzlarını saracak, karlerini eksiltecek, ağargan saçlarını okşayacak kocan yok senin. Kocan yok senin. Kelip de yanına oturacak, ellerini tutacak. Ağlama kadın, ağlama, çaresi bulunur diyecek kocan yok senin. Evinde Ruslar. Ne yaptık biz Tanrım, kimge ne ziyanımız dokundu, ne için kırasın bizni Tanrım? Yulq saçlarını Esma, tırna ellerini, kemir kanlı yüreğini. Süreklen yollarda, el kapılarında, çul çamur içinde. Kelip de yanına oturacak, işkir ellerinin omuzlarını saracak. Korkma. Toprağıma evime kirmek istegen cinabetinin ellerini, ayaklarını kırarım diyecek kocan yok senin. Esma yavaşçıktan takmaklap ağlay, acı көз yaşlar töke. Ayşe haberini eşitir eşitmez şalını omuzlarına taşladı, sofaga çıkacakta ocak başında oturgan Сейдалинин karısı seslendi. Ayşe sen kayda? Şimdi gelirim ana. Qaytartına, yollar buzlu kazaga uğrarsın. Qaytartına deyim sana, söyletme meni. Lakin tez qaytırım. Сейдалинин karısı yerinden turdu, beraber sofaga çıktılar. Sabri,
Бір ерлерден Сабринын сесі естілді. Не бар, ана? Қайдасын? Дамда, қарларны сыпырем. Мында кел. Сабри дамдан енді, балақларындаки қарларны қақып софаға келді. Не бар, ана? Айше аблан бір ерге барып кележек ола. Бер барып келін. Соңра Айшеге бақып, yol yürmekten sana zarar келмес, ama мұқайт ол. Çok uzakқа кетме. Çıktılar. Sabri Ayşe'den bir şeyler soracak olup onun yanında adımlay, sık Ayşe'nin ayaklarına baka. Ayşe elleri karnı üstünde, kendisinden birlikte yavrusunun ağırlığını taşıgan ayaklarının tuşteki gibi ağır kete, arada bir toktay, Sabri'ge baka gülümsirey. Karşı mahallenin evleri arasından geçtiler, şosseге ingen yolun çetinde toxtadılar. Ayşe biraz daha ketті, oturmak ister gibi ayakları астына baktı. Son yol çetine çekildi, екі elinen alçak hisarının soğuk taşlarını tuttu. Onun kapkara közleri Babayev'nin hasretinin yanaydı. Ayşe kıpırdamay, bir şey aytmay, hisarının bir parçası gibi evge baka, Sabrina bile duymay. Birazdan yüreğini sızlatkan şeyini içinden sokup almak istep Sabri'ge baktı. Sabri yanında duraydı. Bir şey aytmak istedi, lakin birden karar bermedi. Көз uçlarında asılgan iki tamçı yaşını avuçlarından sildi, күлімсіреді. Ancak şu vakit aytmağa karar berdi. Sabri'ge baktı, tereң, yanıq dolu bir sesінен. Men balamны babamның evinde tapmaqны ne kadar istegenimni bilseydin, Sabri, bilseydin, dedi. Sabri cevap bermedi, gözlerini yumdu, uzanıp Ayşe'nin elini tuttu. Belki keterler Ayşe abla, dedi. Belki. Ivan Çelinger'nin selimine biz artık bu yerden ketmeyecekmiz degen. Öyle mi? Evet, bizim köyge Ruslar gelecek imiş. Ivan hem bizge hem de Ruslarga baş olacak imiş. Arada sükunet asıl oldu. Ayşe Ivan aytkan Ruslarını görmek ister gibi başını көтерді, karşı mahallerinin evlerine baktı, son күлімсіреді. Ama sen Ivan'dan korkmaysın, öyle mi Sabri? Ivan'dan mı? Evet, Ivan'dan korkasın mı? Yok, Ivan'dan korkmayayım ama. Ama? Sabri'nin beti kızardı, içindeki gizli, o'zi bile anlap olamagan şeyini Ayşe'den saklamak ister gibi gözlerini yendirdi. Ayşe tekrar soradı. Korkasın mı Sabri? Sabri omuzlarını silkti. Kaydan bileyim Ayşe abla, kaydan bileyim. Korkam galiba, ama Ivan'dan değil. Bir şeyden korkam ama kaydan bileyim. Bu yerden olar evge kayttılar. Lakin şu günden son Ayşe er sabah aynı şu yerge kele, yol çetindeki isarının soğuk taşlarını tutup, ogde şası çetindeki evlerine baka, Ruslarının evden ketmelerini bekleydi. Ruslar ketmediler. Karşıda turgan baba evi Ayşe'nin gözlerinden çok uzakta. Dersin dünyanın o burucunda. Kemerde o ev öz evleri olganından şüpheleniydi. Lakin evini köre, ev o yerde tura. Ayşe gözlerinin o günde bağrını getirmege, yüreğini bağır düşüncesinin kızdırmaya çalışaydı. Evet, kış çıkacak, bağır gelecek, bağır. Çayırlar, çimendikler, dereler, tepeler kene yeşerecekler. Topraktan otlar fışkıracak, derekler uyanacak, dere boylarında melefşeler açacak. Kuşlar gelecek, saçaklarda yuva yasacak. Çivildeşecekler. Bağır. Ama bağır kimge gelecek edi? Ayşe'ge mi? Ahırdan kubreni kubre obasına kim taşıyacak? Atını arabağa kim koşacak? Ayşe babasının yanında duracak mı? Babası maçıkının atının kubresini arabağa yüklegende Ayşe keskin kubre kokusunu koklayacak mı? Akşamları kelin kayadan hayvanlar müngreşip engenlerinde Ayşe topuzlu çeşme başında maçıkını beklemege gidecek mi? Ayşe ağır kevdesini süyrey Seyit Ali'nin evine kayta. Evge kirmezden evvel kestirme sırıkları yanında toktay. Ellerini karnına koyup epey dinlene. Sonki vaxtlarda Ayşe'nin içinden asıldır bir kuvanç peyda oldu. Tez açulanmay, kederlenmey, sağdan soldan eşitilgen Bekir'nin evinden askerler ketті, ama olarının yerine başka Ruslar keldiler.
Иван софаны парлады, азбарны там тахыр етті деген сөзлерге чоқула қасмай. Күн-күнден гүзеллеше, дерсін юрегінде яны бір бар, яны бір аят доға еді. Иван Бекирнің evine ерлешкенінден бір hafta кечкен соң шосседе бір автомобиль тоқтады. Автомобильден екі руснен русқа бенземеген бір адам тұшты, дос-доғыры Бекирнің evine кеттілер. Бір сааттен соң evден чықтылар, ақшамға жебен биястарлаларда бір шейлер сызып юрдылер ве көйге қайтып келгенлерінден соң автомобильге мініп Ялтаға кеттілер. Шу күні ақшам көйде анавы русқа бенземеген адамның татар олғаны анлашылды. Кім ве не олғаныны кімсе білмеді, ама татар еді. О бір қач баланен лаф еткен, көйде ең бұйық бинаның қайда олғаныны сораған, бір қач күнден қайтып келірім деген. Қартлар шу бір қач күнні беклер екенлер, анавы татар әртесі күні сабасы кене шу екі руснен берабер көйге келді. Алчақ бойлы зайыф 17-18 яшыларында, сақалсыз суд бейаз бетлі инже бұрынлы бір яш. Энвер мерахланды, күркіні киіп мердівенлерден энерген қапыда тұрған земенеге сесленді. Чөхегленмем. Эки рус қаршы маалеге кеттілер, юрушлеріні бегенмедім, бақайымды насыл социализм кетірген екенлер. Күркінің яқасыны көтерді, азбардан шықты. Бекирнің evine яқынлаша айтқанда қаршы маале мейданындан кескін-кескін бір тақым сеслер ештілді. Йоқушның юқарысында Чилингирнің селімі тұра еді. Энвер ұзақтан қычырды. Не бар, Селим? Селим Энверге тараф адымлап жауап берді. Ичбір шей, анавы екі руснен анавы шерлі татар баласы халық кооперативнің огынде топлашмасыны істейлер. Селим Энвернің янына келіп тоқтады. Айт, не істейлер? Айтмаға алым жоқ, Энвер аға, тілім тамағыма япышты, бір тұтын бер, соны айтырым. Я бабан көрсе? Көрмес, артындан кетерім, ұзақтан көрсе біле, сенің тұтыныңден савырылған тұтын деп берлер. Бер Алла ешқына. Энвер Селимге бір тұтын ұзатты, тұтынлеріні яқтылар. Недір, не істейлер? Ичбір шей, келділер іште. Кооперативнің огынде екі қарт тұрайды. Шейірлі бала барып, оларнен лаф етті, ләкин бір шей анлап оламадылар. Соң маңа бар, Энверні чағыр, шейірлінің тілінден о анлар деділер. Мен де сені чағырма кете едім. Кооперативнің огынде шейірлі уч адам мейдан четіндекі исар янында ақ сақалы елерінде таяқлары олған уч қартқа бақып тұрайдылар. Қартлар исарға даянғанлар бір-бірінің құлағына егіліп бір шейлер ақында лаф етеділер. Энвер адымларына ексілтті, соңра тоқтап Селимден сорады. Бұларның бірісі татар дедің ма? Ойледір да, қайдан білейім? Аңгысы? Анавы кішкене сойы. Энвер Селимден бір шейлер да сұрajақ олды, ләкин мейданның солындаки тар соқақтан Бербер Асан вечілінгер чықтылар, арттан башқа сеслер де ештілді. 10-15 дақадан соң мейдан четінде 20-ге яқын адам топланған еді. Көйлілер яваш-яваш лаф етерек, уч келмешекні көзден кечірейділер. Русларның мейданға келгенлеріне бір саат олды, амма не көйлілер, не шерлілер бірі-бірлеріне яқынлашмай, екі тарафта яваштан лақырдыларыны девам етелер. Чилингирнің сабыры түкенмеге башлады. Русларның янына барып келе, сомырдана, бір ара русларның янындаки татар яшының қаршысына келіп, қалын сесінен «Айт тіл білген егет» деді. Руслар не істейлер? Айтта, біз евімізге қайтайық. Тараба, не істейлер? Айт. Татар яшы Чилингирге тараф екі адым атты. Не араба, не де ат. Ичбір шей істемейлер. Мұсафірлікке келділер десе. Оларның лақырдысыны мерахнен дінлеп тұрған қартлардан бірісі. Инанма, Чилингир. Мадамки келділер, демек бір іш бар деді. Бар, я бар. Не беледің? Сеске башқа сеслер қошылды. Руслар бізге боштан қору келмезлер. Белки алымызны сорамаға келгендірлер. Белки яқ кетіргендірлер біз фақырларға. Русның яғы қылсыз олмаз, бір қыл бардыр бұ яғда. Яш татар қартларға серт-серт бақты, индемейіп тұрды, соңра суық көзлеріні Чилингирнің бетіне тікті. Инанма ағам, яғда қыл-мыл жоқ, шейіні олғаны кебі анлатacağım. Чилингирде яшның бетіне айны суықлықнен бақты. Аңлат бақайық. Біз тілден аңлаймыз, русның мектебіне бармасақта.
Мадамки, сен біздің қандансың, сені дінлерміз. Керек олса саңа да огретірміз. Арамызда ажылар да бар. Ажыларны бұрақын шымды, кой халқыны бұраға топлаңыз. Сіз бізге айтын, біз де оларға айтырмыз. Olmaz. Bütün koy bu yerге toplanmalı. Erevden en azdan bir adam. Haydi айтқаным gibi yapınız. Yo. Он başı gibi laf etme da qozum. Askerimiz mi biz? Sizge ne керек olsa ayt bizge. Бар olsa берірміз, olmasa Allah'dan тілерміз. Бала-чағаны bu yerге toplamaqtan ne fayda? Четте тұрған көйлелер яваш-яваш челенгерінің etrafında toplanmağa başladılar. Батталының энвері русларының тұрышларынан меселенің жиддилігін аңлады ғалиба, ортаға шығып, емір табырында «Сен дамға чық челенгер аға», деді. Жағыр көйлілеріні еркес меселені осқұлағын ені ештсін. Челенгер яш татарының etrafındaki алқаны индемейіп, ярып кечті. Кооперативнің дамына шықты. «Эй, жемаат, эй, қызыл ташлылар», деп қычырды бар сесінен челенгер. «Шерден үч адам келді, екісі рус, бірі татар. Бірі татар. Қаршы мағале мейданында топлашу бар. Еревден бір адам келсін, камализмадан хабер кетірділер». Бүтін кой нефесінді тұтып, кооперативнің дамында қычырған челенгеріні дінлейді. Біраздан челенгер сұсты, түтінден сон құру чалы обасына чытыр-чытыр атештілерінің сармасы кебі, evлерде, софаларда, аранларының өгінде, соқақларда қадынларының, еркеклерінің, қартларының сесілері ешітілді. Мейдан. Маса башында екі руснен татар яшы арқаларыны қызыл ташлыларға чевіргенлер, ялны сөзлеріне анлашылған бір тілде фысылдашалар. Да doğrusu анавы екі рус лаф ете, татар яшы есе оларны диққатнен дінлей, башыны саллай, екіде бір пальтосының енінен суықтан яшланған көзлеріні, бурнуны сіле. Соңра кооперативден бір скемле чықардылар, яш татар скемлеге чықты, орталық чымчыр толды, татар яшы «Архадашлар» деп сөз айтмаға башлады. Соңра о Ленин деді, социализм деді, пролетарий деді. Кімсе аңламаған бір тақым лафлар етті, яны девлетні баяғы мақтады. Еркес ағызына açып бұ хүжір сөзлеріні дінледі. Мейдандаки қалабалық далғаланды, мырылтылар ештілді, татар яшы сөзіні девам етті. Топрақ яқшы айдалмай, екінлер, түтінлер, юзумлер яқшы бақылмай. Не üçün? Чүнки бірлік жоқ. Чүнки топлылық ярыш жоқ. Коммунист партиясынен арада сықы аляқа жоқ. Не üçün? Чүнки көйлерде машина жоқ. Қызылташта не üçün машина жоқ? Чүнки көйде колхоз жоқ. Эбет колхоз жоқ. Иште архадашлар, иште қызылташлылар, артық ескі заманлар қарынлығы, ескі бейлерінің ат ойнатқан вақытлары кечті. Эндіден сон біз де социализмге сарылажақмыз, артық біз де қызылташта бір колхоз құражақмыз. Мейдандаки қалабалық рүзгарда салланған бір орман кебі салланды, сағдан солған кескін сеслер келемелер ештілді. Қалабалықның четлерінден қопқан салқым-салқым адамлар кой соқақларына дағылдылар. Татар яшы аляда сөзіні девам ете, ләкин екі рустан башқа кімсе оны дінлемеді. Мейдандаки қалабалық дағылыр екен, бияз сақалы үстінде күркі олған бір қарт огге ұзатқан сопасынен өзіне yol açып, скемледе аяқ үстінде тұрған яшқа тараф адымлады. Да ұзақтан сесленді. Сен маңа аңлат, шейір өтмеге ашаған балам. Бұ колос деген шейін недір? Айт аңлат, недір колос? Энвер бербер асан челенгер селем бе сабри қартқа бақып күліштілер. Қарт сопасыны яшының бұр астында саллап қычыра. Бақ, сақалама бір бақ. 80 дәне елчық келді де менің бұ бияз сақалыма қонды. Бұ колозы-малозы бірінші кере сенден ешіттім. Недір колоз-малоз дегенін айтшы бақайым? Бербер асан татлы-татлы күлімсіреп қартқа яқынлашты. Вазгеч деді, сенің нене керек колхоз? Сен асан сөзіні бітіріп етіштірамады, қарт еліндекі сопасыны асанға көтеріп ачуланды. Бұйыклерінің лафына қарышма сен. Башыңны ярарым, деді, ве татар яшына бақып, айт балам, айт сен, колос недір? Бақма бұларға, лафтан аңламайлар, динден аңламайлар, имандан аңламайлар. Сен аңлат маңа, колос недір? Мейданда демінкі қалабалық енді дағылған еді. Ялыныз ақ сақалы қарт, екі рус ве татар яшы бар еді.
Эпей жавлақта баталнын энвері Челенгер, Асан, Сабри, Селім, қартқа, қартның татар яшының бұрну түбінде салап тұрған супасына бақалар, оның инже қарық сесіні дінлеп күлімсіреп тұралар. Татар яшы қартқа анлатып башлады. Колхоз құрылған сон, көйлілер арасында мусавилік олacak. Ортада зengin фухари қалмайcak, бірлік olacak. Муабет, мусавилік. Қарт сопасыны ерге ұрды, еллерінен оңа таянды, баяғы түшінген сон яваштан Азіреті пейғамберінің лафы кебі бір лаф. Ей, машалла, деді, ве бірден татар яшына тікіліп, ама колхоз недір деп суаліні текрарлады. Колхоз? Колхоз? Татар яшы өксірді, янында индемейіп тұрған қартқа диққатнен бақты. Русларының янына барып келді. Колхоз деген коллективное хозяйстводыр, деді татар яшы. Лақырдының четтен дінлеп тұрғанлар шақылдап күлділер. Челенгер қартқа сесленді. Аңладың мы, деді, колхоз недір? Қарт Челенгерінің сөзлеріні ештмеген олып, қыбырдамай яшның бетіне бақып тұрды. Бұның татаржасы насыл olacak? Русчасы коллективное хозяйство, татаржасы да доғырдан-доғыры колхоз. Хозяйство, яни Челенгерінің сабыры артық түкенді, даян алмады, ерінден оқ кебі фырлады, қарнен яшның арасына кірді, қаба бір сеснен. Бұларның қойларыны біз білеміз, деді. Эвелде земство барыды, начальство барыды. Энді есе хозяйство. Ләкин рустыр. Ялныс ренкі денішті, қойлары денішмеді. Соңыра татар яшына айланып, юмруғыны салап қычырды. Топрағыма кірмек істеген пезевенклеріні ойлейді бір сыйларым ке, келген еріні бірда тапып оламаз. Анладың мы, Сабичік? Елеріні жебіне соқып девам етті. Сен мынаву екі русқа анлат, Сабичік. Айт оларға, не істеселер берірміз, ат берірміз, юзум берірміз, түтін, пара, қой берірміз, ама топрақ бермеміз. Анлат оларға, яқшы етіп анлат. Айт оларға, бізім топрақлар юртының бір парчасыдыр. Топрақ бізім дегел, мемлекетніңдір. Мемлекет топрағыны насыл етіп берірміз? Айт маңа, насыл етіп берірміз? Инсан әршейіні берір, ләкин жаныны насыл берсін, айт маңа? Біз колхозның не олғаныны білеміз. Колхоз демек топрақны үкіметке бер демектір. Насыл етіп берейік, айт маңа? Топрақ бізім дегіл, мемлекетніңдір. Топрақ елден кетті, жан кетті. Анлат оларға. Татар яшы жауап бермеді. Русларының янына чекілді. Учы де көйлілерге арқа чевіріп, баяғы фысылдаштылар, соңыра көйден чықып кеттілер. Ол күні шассиден Ялтаға доғыры чоқ аскер кечті. Аскерлер мемешінің дересі үстінде тоқтадылар, чадыр құрдылар. Дегірмен көйде де аскер болынғаны ақында хабер келді, ләкин бұның ялан яда керчек олғаныны біліп келмеге кімсе жесаретленмеді. Челенгер барып кележек олды, ама қарысы yolunu кесті. Отырған еріңде. Мендерің қатты олса бір ястықда ачек түбіне. Мерақ инсанны мезарға соқар. Ақшамға яқын аяз ятышты, деңіз көпіклер ішінде қалды. Геже, қаранлық. Дегірмен қой байырларында түфек сеслері ештіле. О гежесі көйде тек балалар ұйқладылар. Рузгар яры гежеде кесілді. Қой сабалейін қорқынч фериятларнен уянды. Челенгерінің қарысы сачларыны юлқақ чырайды. Қарлары сауырылған yollarda көйлілер Челенгерінің евіне чапайдылар. Энвер азбарға кіргенде софада Сейдали, Асан, Молай Режеп, бірқач башқа қомшу да, бейаз гежелігі ішінде озыны ерден ерге атқан, башыны юмруқлап, қайда алып кеттілер, не үшін деп бағырған қадынны одаға кірсетмеге чалыша еділер. Біраздан соң қадынлар да етішіп келділер. Челенгерінің қарысыны ичериге алдылар. Чубан Сейдали Энверні четке чекті. Бірер түтін сардылар. Энвер, не вақыт алып кеттілер, деп сорады. Қадыны ятсы малінде алып кеттілер дей. Иван евіне келген, ашағыда yolda бір автомобиль қазаға оғырады деген ярдым естеген. Челенгер евден шыққан, сон бірді ақ қайтмаған. Ялтаға алып кеткен екенлер. Ойле ма? Ойле, бабасы баяғы вақыттан берлі қайтмағанына ратсызланып, Селімні арамаға шыққан. Мемешінің дересіне қадар барған. Анда аскерлер Челенгернен берабер гурзуфлы бір қач көйліні автомобильге қойып, Ялтаға алып кеткенлеріні өз көзлерінен көрген. Сустылар.
Сейдали каршы маали бетке кетти. Энверди онун артынан эпе вакыт сесini чыкармайып кетти. Сейдалинин эвине якынлашкан атканларында Энвер кежелейин дегирмен кой тарафларынан келген түфек сеслерини эшиткени акында айтты. Эв evlerini кетижекте карт чобан башыны салады. Энвернин көзлери ичине бакты. Иван саңа да көз койду деп beyleyim. Фена вакытта кележек алиба. Бир кач күнгө койдон кетсен жакшы болмаз эдими? Энвер жавап бермеди. Сейдали де жавап беклеген киби элини Энвернин омузуна койду. Онун бетине эппей бакып турду, сон күлүмсүрөп эвине кирип кетти. Эртеси күнү Энвер үйлеге жазбарда одун кести. Бир беклеген киби ара-сыра шоссеге көз ташлап турду. Лекин шосседе не бир аскер, не бир көйлүк көрүндү. Үйледен соң дегирмен көйгө барып келмеге карар берди. Атына арабага екип башлады. Шуань балконда земине пейда болду. Кайда кетесиң, Энвер? Деди. Дегирмен көйгө бакайын бизимкилерге не болду? Чок калмам. Көз карармадан кайтып келерим. Бош элинен кетме, анда колхоз бар экен. Табукларга да йымырта бергиси койганлар. Барда бак, не бар, не жок. Бизимкилердин табукларына да верге коймаган экенлерми? Коймаган олсалар, сой бир хажданесini. Земине балкондан тушту. Энвернин ахрабалары үчүн анбардан туршу, ун бир аз да як чыгардылар, арабага койдулар. Энвер evге кирди. Кечиниshi агыр болгон дайысына бермек үчүн сандыктын бир кошесиндеги излеп арадан 200 кумуш алып чыкты.